Мына тұрған алма ағашы жас көшет. Мына бірінші рет биыл гүлдеді. Осы алма ағашының гүлдерін көктемде жұлып тастаған болатын видеода көрсеткенмін. Қай гүлдерін жұламыз, қайсын қалдырамыз деп. Енді жас көшеттің өсіп алу үшін сондай мүмкіндік жасаймыз. Биыл міне тамаша өсіп, іріленіп алды, ал енді келесі жылдан бастап бұл жеміс ағашын жеміске кіргізе беруге болады. Биыл қалған жемістері мына жерде аз емес. Бұл жерден де 2-3 килограмм кемінде алма болады. Сол кезде не үшін жұласың деген сияқты сұрақтар болды. Мынау көшет жас болғандықтан діңгек әлі жуан емес, міне жіңішке ғана. Ал енді мына жердің гүл салуы, мына жемісті қарасақ, қазір енді аз емес. Мен мына жердің 90% гүлін жұлып тастағам. Сонда ойлаңыздар, мынадан тағы да қаншама есе тағы да бұл жерде жеміс болған кезде мына алма ағашы өсуін тоқтатып, әрі қарай дамымай қалып жүреді. Одан кейін бұндай жеміс ағашы дұрыс жеміс бере алмайды. Одан кейінгі келесі жылдары дұрыс өсіп үлгермегендіктен ондай жеміс ағашы дұрыс жеміс бермейді. Бұл жерде енді мынау қалған жемістеріне тиіспейміз. Өзінің күші жететін жемісі қалды. Осыны әрі қарай піскенше осы жерде қоя береміз. Ал енді жемістерін азайтатын, жұлатын жағдайларда қазір келесі жеміс ағаштарында көрсетемін. Бізде мынандай алма ағашы бар. Өткен жылы осыдан алдыңғы көрсеткен сияқты жеміс берді. Одан көбірек болды. Өткен бұл жеміс ағашы біраз одан ірі, біраз нығайған жеміс ағашы. Биыл енді екінші жылы жемісін беріп тұр. Енді бұл жерде қарағанда мына жерде жемістер өте көп. Бұндай жеміс ағашына жемістер өте көп салған кезде ол жемістерін азайтпаса, мына жемістер іріленбей қалады. Бұл күздік қысқа жейтін алма бұл. Сондықтан бұл жерде кемінде 2 ай, 2,5 ай әлі бұл алмалар тұрады бұл жерде. Сондықтан 2 ай ішінде әлі бұл ірілену керек. Мынау толық размер емес. Қазірдің өзінде көлемі жаман емес енді. Егерде біз бұларды сиретсек, одан да әрі, одан да тамаша болады. Сондықтан да осындай жемістерді біз біраз жеңілдетіп, осы жемістерінің іріленуіне біріншіден, екіншіден келесі жылы мына жеміс ағашының келесі жылда жеміс беруіне, осы жылы осы жемісімен шаршап қалмауына мүмкіндік береміз. Ал енді қалай сиретеміз? Осы сияқты мынандай жемістер шоғырланып тұрған кезде бұл жерде гүл, әрбір гүлге, гүл шоғына 2 алмадан артық қоймаймыз біз. Гүл шоғы дегеніміз не? Әрбір гүл ашқан жер бар ғой мына жерде. Мына көктемде гүл шоғы болған жер, осы жерден 4-5 алма салып тұра береді. Біздің бұл жердегі әрекет, мына жердегі 3 болса, 1-еуін алып тастаймыз, 4 болса, 2-еуін жұлып тастауымыз керек. 5 болса, тіпті 3-еуін де жұлып тастауға болады. Қараймыз, мына жерде мына гүл шоғында төмен жақтан бастап қарайық. Мына жерде мына гүл шоғында 2 тұр, бұған тиіспейміз. Мына жерде бір гүл шоғында 1 тұр, оған тиіспейміз. Келесінде 2 тұр. Мына жерде де 2 тұр. Ал енді жоғарғы мына бір гүлде 3 алма тұр. Осы 3 алмадан қайсысы ірі, сол ірісінен 2-еуін қалдырамыз, 1-еуін жұлып тастаймыз. Мына 2-еуінің көлемі бірдей, мынау тұрғанмен, мынау мен мынаның көлемі бірдей, сондықтан да осы 2-еуінің 1-еуін осылай алып тастаймыз. Міне 2 алманың 1-ін алып тастадық. Олар іріленіп кетсе де, оларды аяп қалдырудың керегі жоқ, жұлып тастау керек. Егерде бұндайларды тастау обал болса, бұларды кесіп кептіруге болады, қыста компотқа қолдануға тіпті болады бұларды. Келесі, мына жерде тағы да гүл шоқтары бар. Мына жерде 3 алма. Оның мына ішіндегісі, мына бір алмасы кішірек. Көлемі ең кішісін алып жұлып тастаймыз. Келесі гүл шоғы 2 алмадан тұр, ол дұрыс. Ал енді жаңағы мен айтқандай, мына жерде бір гүл шоғында 4 алма. Бұл жерге мына 4 алма тіпті сыймайды. Өйткені мына піскен кездегі размері өте мынандай ірі болу керек мына алмалар. Сол кезде ойлаңыздар, мына жерде 4 алма болса қандай болады. Біріншіден ол жылмағаннан кейін олар іріленбейді де, және де олардың тәттілігі де сортқа сай болмай қалады. Сондықтан да аямай сиретуіміз керек. Жалпы алған кезде бұл сиретуден ешқандай зиян жоқ. Бұл жеміске де, жеміс ағашына да керісінше пайда бар. Мынаны сиретпеген кезде ойлаңыздар, мына жерде килограммен өлшеген кезде осы жас жеміс ағашы 40 килограмм алма салса, мысал үшін,
Осы біз сиретпеген кезде де 40 килограмм салады, сиретсек те 40 килограмм салады. Бұл жеміс ағашы өзінің күші жететін килограммын береді. 40 килограмм алма, егер сиреткен кезде мыналардың саны азайғанмен, алма жемістерінің көлемінің ірілену есебінен 40 килограмм болады. Демек, жемістеріміз ірі болады деген сөз. Ал егер мыналарды жұлмасақ, кішкентай алмалар, бірақта жалпы килограммы 40 килограмм алма болады. Сондықтан да бұл жемістерді, артық жемістерін аяудың керегі жоқ. Жұлып тастаймыз бәрін. Мына жерде де бір гүл шоғы бар. Қарап тұрсақ, 2 алма, үшіншісі мына жерде артық, міне. Оны да алып тастаймыз. Мына жерде де дәл сондай жағдай. 2 алма тұр, мына үшіншісін алып тастаймыз. Бұл жерде енді қарау керек. Егер де көлемі бірдей болса, ол кезде құрт түскені бар, зақымданғаны бар, сондайларын жұлуға жіберсек болады. Мына қарасақ, міне мен өзім байқамай жұлдым, бірақ та мына біреуіне құрт түскен екен, дұрыс жұлдым. Мына екеуі сау мына жерде қала береді. Осындай жұлған кезде іріленбегенін немесе зақымданған, құрт түскен сондайларын жұламыз. Мына жерде де дәл сондай жағдай. Мына жерде 4-еуі тұр. 4-еуі де ірілігі өте көңіл толтырмайтын ірілікте. Сондықтан да бұларды жұламыз, 2-еуін ғана қалдырамыз. Осы ережемен жұмыс істеген кезде біздің жеміс ағашымыздың жеміс беруі дұрыс болады. Мына жерде мына 2-еуі ірі, мына кішірек, біреуін жұлып тастаймыз. Міне, алып тастадық. Мынаумен жұмыс істедік. Мына жерде де 2 алма, мында да 2 алма, мында да 2 алма. Жалпы қараймыз, әрбір гүл ашқан жердің мынандай әрбір гүлден, гүл шоғынан ол жерден 5 алма немесе 4 алма салып тұрады. Әдетте кейбір кезде 3-еуі болады. Сондықтан қарап, артығының бәрін жұлып шығамыз. Мына жерде 2 алма, мына біреуі ірі, екіншісі кішірек. Мына жерде орташа біреу бар, бірақ та мына жерде зақымданған алма. Осы зақымданғанын жұлып тастаймыз. Бұл жұлудан пайдасы өте көп. Егер де мынау зақымданған жерден егерде құрт түскен алма болса, мынау түскен құрт, мына алманы зақымданып болып, ол келесі алмаға өтеді. Бұл жерде тағы бір пайдасы осы бір-біріне мына алманың құрттардың зиян беруінің де алдын аламыз осылай жасаған кезде. Мына жерде әдемі болып, мына жерде қалды. 2-еуден 2, және де осылай аралары ашық болған кезде, мына жерде егерде мына алмада құрт болса, келесіне міндетті түрде өтеді. Сондықтан да мына алмалардың арасы ашық болған кезде, бұл жерде құрттан да сақтануға болады. Қазір мен мына жерді жұлып болғаннан кейін қанша алма жұлынды бәрін көрсетемін. Сол кезде мына жерде қараймыз, мына 2-еуі ірі, мына ірі емес. Мына бір шоқта 4 алманың 2-еуін жұлып тастаймыз. Аямаймыз. Аяудың қажеті жоқ. Әлгінде мен айтқандай, соңында бәрібірде бұл жерде сол қажет килограмм бойынша сол жемісті береді біздің алмамыз. Мына жерде де 4-еуі тұр, мына жерде аламыз, мынаны жұламыз. Одан кейін қараймыз, зақымданғаны бар ма, жоқ па. Зақымданғаны жоқ болса, ірілігі жағынан бізге ұнамайтын немесе кез келгенін жұлып алып тастаймыз. Мына жерде 4 алмадан 2-еуін алып тастадық. Сонымен бізде мына жерде сүйрету жасалынды. Әлгінде айтқанда, әрбір гүл шоғына мына жерде 2-еуден алма қалдырып шықтық. Сонымен осындай үлкен емес алма ағашынан осынша алмалар жұлып алып тасталынды. Міне. Бұлар енді іске де жаратуға болады. Егер де бұны тастауға болды десеңіздер, бұлардан осы күйі пастила жасауға болады, немесе кептіріп қыста компотқа қолдануға әбден болады. Өйткені бұлар қанты жиналып, бойына тәттілігі жиналған алмалар. Осындай жағдай. Осы нәрселерді жасау өте маңызды. Мына жемістердің ірілігі жақсы болу үшін, және де мына жеміс ағашының бойындағы жемісін көтере алмай шаршап қалмау үшін осы әрекеттерді жасап қойған дұрыс болады. Бүгінге осындай мәлімет арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.